Саламатсыздар ма? Мен нумеролог Назгүл Қасенжанова боламын. Өзіңіздің өмірлік саныңызды, орысша айтқанда число жизненного пути дейміз ғой, соны білу арқылы өзіңіз мына келе жатқан жаңа жылдың сізге қандай әсері бар екенін есептеп біле аласыз. Ол үшін сізге көп нәрсе қажет емес, ол үшін бізге адамның аты жөні керек, және туған айы, күні, жылы қажет. Осыларды бір-біріне қосу арқылы біз адамның өмірлік санын есептеп шығарамыз. Бұл жердегі туған күніңіздегі айыңыздағы сандарды бір-біріне қосу арқылы бір тақ сан шығарамыз. Мысалға 21 март 1988 жылы туған адамды алатын болсақ, ол адамның өмірлік саны 5 болып есептелінеді. Ал қазір қанша жасты екенін есептесек, ол адамның жасы қазір 32-де болады. Сонда өмірлік саны 5, 32 мен 5-ті қосқанда бізге шығатын сан осы жылғы саны 3 болып есептелінеді. Егер жаңағы есептеп шығарған кездегі сіздің биылғы сізге әсер ететін сандар 3, 5, 7, 9 болатын болса, онда бұл сандар сізге керемет сандар болып есептелінеді. Бұл жылы үйленсеңіз болады, оқуға түссеңіз болады, қыдырсаңыз болады, бизнес ашам деген адамдарға бизнес ашсаңыздар болады. Қай жағынан алсаңыз да сіздерге керемет сәтті бір қолайлы кезең болып табылады. Ал егерде 4, 6 деген сан болса, онда бұл сандар орташа сан болып есептелінеді. Аса көп тәуекелді қажет етпейтін өмірдің ағысымен бірге дамып қозғалатын кезең болып есептелінеді. Ал егер 2 деген сан шығатын болса, онда бұл сан сәтсіз сан болып есептелінеді. Бұл кезеңде шүкіршілік жасап, аса көп тәуекелге бармай, сақтықпен, байыппен өткізетін кезең болып есептелінеді. Негізінен бұл кезде қажет болмаса үй сатуға, не болмаса үй сатып алуға кеңес берілмейді. 7 рет ойланып, 1 рет кестегендей байыппен денсаулығыңызға көп көңіл бөліп өткізетін кезең болып есептелінеді. Ал егер 8 деген сан шығатын болса, онда бұл сан отбасылық сан болып есептелінеді. Егер сіз өзіңіздің жұбыңызды, жарыңызды, жұбайыңызды ұнататын болсаңыз, жақсы көретін болсаңыз, бұл кезеңде ұрыс керіс шатақтан аулақ болғаныңыз жөн. Өйткені статистика бойынша осы 8 деген сан келген кезде ажырасушылық көптеп есептелінеді екен. Егер де 1 деген сан шығатын болса, онда бұл сан керемет сан болып есептелінеді. Бұл кезде сіздің ойға алған ойыңыз, мақсаттарыңыздың бәрі іске асатын кезең болады. Не қалайсыз, соның бәрі орындалатын кезең болады. Бұл кезде жатпай тұрмай еңбектеніп, жақсылыққа, жетістікке жетуге тырысатын кезең. Үйленесіз бе? Үйленіңіз. Отбасын құрам дейсіз бе? Отбасын құрыңыз. Шетелге барыңыз келемес, шетелге барыңыз. Бизнес ашам дейсіз бе? Бизнес ашыңыз. Қайсыған болса да, қай салаға болмаса да, бұл 1 деген сан керемет нұрын төккен сәтті сан болып есептелінеді. Өмірдегі бар жағдайға әсер ете алмасақ та, осы сәттілік әкелетін өзімізге ғана тән вибрациясы бар сандарды біле тұра, біз өміріміздің шамалы болса да мәнді де сәнді болатынына ықпал ете аламыз. Сандар жайлы айтқан менің ой-пікіріммен келісетін болсаңыздар, төменге комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сұрақтарыңыз болса жазыңыздар. Мен сіздерге жауап беруге тырысамын. Келесі видеоларда пайдалы ақпаратқа толы мәліметтер беруге тырысамын. Кездескенше сау болыңыздар.